дегенде ретте, ретімен бетте. Дәптер, кітап бәрін ретсіз шашып кетпе. С дегенім сурет. Көрдің бе сен бір рет? Сонша неге тәтті суреттегі сірет. Т әріпі. Т дегенім талап, көңіліңмен қалап. Талапты бол сенде, оқып жақсы сабақ. У әрпімін. У дегенім уз жейдауыз. Уызына тойған қозы болар нығыз. У әрпі. У дегенім ұлан. Аузында ұран. Ту көтеріп тұрған. Ұлан нағыз қыран. Ү әріпі, ү дегенім үкі, үлпілдейді түлкі, үп дегенде үкі, түлкі болды күлкі. Сәлем достар, мен ақылды Ф. Тыңдаңдар таппақымды. Ф дегенім файл, поштамыз емайл, алыстан хат келсе, жылдам жауап қайыр. Х дегенім халық. Оқып, білім алып, халық үшін іс қыл, бар күшіңді салып. Х дегенім жахан, жаханда бар нахан. Нахан үлкен балық деп айтатын адам. С дегенім цетсе, улымаса десе, циркуль одан үлкен әлденеше есе. Дегенде шен бар, Чукот деген жер бар, Чита деген қала, Чили деген ел бар. Ш дегенім шаршы, шаршыны тез салшы. Шыны, шырша, шаштан шыны тауып алшы. Ш дегенде тапшы, кітабыңды ашшы. Бір-біріне қарсы, тұшшы менен ашшы. Ү дегенім ыдыс, шығарады дыбыс, ынтымақты үйде ыдыс тола ырыс. Ә дегенім інім, бауырым ғой күнім. Қызықтаймыз оның, балдай тәтті тілін. Әрпі дегенді ізде, көрінеме көзге, элеватор, эпос, бар ғой біраз сөзде. Ю дегенім ою, ойлап ойып қою, аю құсап маймақ, қою балға тою. Я дегенім аяз, мал тоңады ояз, аяз қысқан кезде су қатады саяз.